Ассаламалейкум ағайын. Салт дәстүрсіз халық болмайды. Уақыт өлшемімен өтіп, тұрмыс салтына төтеп беретін кісілік қасиеттеріміз бен салт дәстүрімізді қастерлей түскеніміз жөн. Халқымызда әдепті, инабатты, мол жасты көргенді елдің баласы деу тегін емес. Бұл ұлттық тәрбиені дамыта беру деген сөз. Тәрбие мәселесіне айрықша мән беріп, қазақ тілінде алғаш педагогика атты еңбек жазған Мағжан Жұмабаев, тәрбие кең мағынасында алғанда, қандай да болса бір жан иесіне тиісті азық беріп, сол жан иесінің дұрыс өсуіне көмек көрсету деген сөз. Ал енді адамзат туралы айтқанда, адамның баласын кәміл жасқа толып, өзіне өзі қожа болғанша тиісті азық беріп, өсіру деген мағынада да жүргізіледі деп байлам жасайды. Адамзат қауымының ғасырлар бойғы тарихи имандылық, ғибраттық әдет ғұрып, салт дәстүр, ұлттық тағылым, ұрпақ тәрбиесінің қыруар үлгілерін мұралыққа қалдырғаны бәрімізге белгілі. Қазіргі таңда сол құндылықтарымыз қаншалықты сақталып, ұрпақ санасына қаншалықты беріліп жатқандығы басты мәселе. Адам болып туылу оңай, ал адам болып қалыптасу қиын. Адамдық қасиетке бірден бір әсер етуші фактор ол тәрбие, ұлттық салтымыз. Сол халық даналығы қорытқан қазына байлық, тәжірибені халық игілігіне жарату, үлгі етіп ұсыну жас ұрпақтың еншісінде.